Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге Древнегі қазақша. Біз бүгінгі видеода осы мен өзім аккаунтыма обзор түсіретін болам. Бұл қандай аккаунт, қандай игроктар бар. Үшін бұндай видео алдын болған. Одан оны көргендер бар болса, енді ол составтың дамыған, үшін күшейген түрін көресіңдер ғой. Бізде бірінші неден бастайық? Профилден. Мына жерде Қазақстан футбол федерациясының логотипі. Қазақстанға қоя салайық. Қазақстан 85.142 адам сет. 91,6 ұпай бар біздің команданың рейтингі. Осылай қазір рекордтарды одан кейін көрсететін болам. Бізде состав міне. Енді бұл составты полный өзім іріктеп қойған. Мен бүкіл ойыншыларды ауыстырып көрдім. Бізде алдыңғы видеодағы мына Шамуродов бар. Шамуродов Рома сапынан Специя сапына ауысты. Енді сол жаңалық. Бірақ бүгінгі видеоға қатысы жоқ. Бізде енді бұл составта полный іріктеліп алған состав. Өйткені мен Роналдуды Гризманның орнына қойып көрдім. Былай қойып көрдім. Мен мына составпен победалар жасап жатырмын. Бір 10 ойын ба қатарынан жеңілмедім. Осы составпен өте ұнаған состав еді маған. Полный ауыстырып қойып көрдім енді. Бірақ міне Гризман, бізде схема міне 3-2-3-2. Шабуылды Гризман, Мбаппе, орталық қорғаушылар бізде Холланд, Де Брюйне, Салах, Альба, Хакими, бізде орталық тіреуші жартылай қорғаушылар бізде Кулибали, Ван Дейк, Рюдигер. Бұл үшеуі бойлар ұзын болғаннан кейін қойдым. Мен алдыға қарай навес тастаған кезде бұлар ұрып тастайды. Енді ортаға міндетті түрде Ван Дейк қою керек. Ван Дейк енді оңайшылықпен жібермейді. Енді қақпада бізде Куртуа, бойы 2 метр. Енді өте керемет қақпашы. Бізде замена Джорджиньо, Пике, Бускетс, Неймар, Роналду, Де Йонг, Педри, Шамуродов бар. Енді қандай ойыншылар енді бізге тағы заменаға қосуға болады. Енді жазып кетіңдер. Орталық қорғаушылар болса, бір бой ұзын, сондай жазып кетіңдер. Скорысы барлық жағынан жақсы болса. Енді бізде қайсыған келеміз? Состав көрсеттім. Мына жерде мынаны көрсетуге болады екен. Мына жерде мен осы аккаунттың несі дамыған ба қалай айтады өзі. Бізде қатты дамымаған. Бұны дамытқанша мен не көтеріп жатырмын? Игроктарды кристалға көтеріп жатырмын мен рейтингін. Енді бұлардыға да кезек келеді. Енді көтере беретін боламыз. Бұларды әлі бірақ ең қатты дамыған стадион болып тұр. Бізде мына жерде эмоция дейді. Эмоциядан осылар ғана ашылған. Страна Қазақстан. Яркий момент керек емес. Бізде медальдардан 176 медаль бар екен. Бірінші орын алған. Чемпион болған кезіміз 20 рет екінші орын финалда ұтылған екенбіз. 38 рет үшінші орын алыппыз. Бізде осы уақытқа дейін барлық 1983 ойын өткізілген, 2000-ға жақын қалыпты. Бізде жеңіс саны 1522, ничья 244, 217 жеңіліс. Енді өте керемет көрсеткіш деп айтсақ болады. 4065 гол салғанбыз енді. Орта есеппен әр матчта 2 гол. 944 гол жіберіп қойыппыз енді. Сухие матчы, құрғақ ойындар бізде 1242.
желтый карточка дейді, сары қағаздар бізде 695. Бұл жерде ең көбінен пике алған шығар бізде. Красный 175 дейді. Қызыл қағаз самый үлкен бізде үлкен жеңісіміз Перуға қарсы екен. Перу құрамасына қарсы онда 0. Крупный поражение 3-0 Лорент дейді. Коэффициент 76 дейді. Енді қасындағыларын көріп отқан шығарсыңдар, енді лайф анау мынау дегендер. Игроктар міне. Ең көп бізде пике екен. Пикенен ойынның басында почти алған болатын енді. Килиан Мбаппе ең көп гол соққан, ассист берген бізде Неймар 461. Бір сезонда 747 гол соққан екен. Енді ойынның басында қазір қиындау бір сезонда ондай гол соғу. Передачи Жезуштен тағы да за игру 9 гол соққан екен Де Йонгпен бір ойында. Головой передача за игру бір ойында бізде 8 рет Мбаппемен пас беріппіз енді. Самый быстрый гол, ең тез соғған гол бізде Неймар мен Криштиану мен ең көп, ең тез хет-трик салған екен. Дальний гол бізде ең алыстан соғылған 92 ядыр дей ма? Сосын 92-ші неден соғылған екен бізде. Неймарды ең қымбат сатып алып біз 86 рейтингпен алдыңғы жолы. Больше всего желтый карточек дейді. 55 пике мені қызыл мен сарын пике алған. Енді бізде кішкене қопалы пике өйткені. Скорс жоқ болғаннан кейін шалып қалатуға тура келеді. Амал жоқ енді. Бізде енді мынандай игроктар болған. Бізде менде почти жай стоп қойып көріп алсаңдар болады. Наверное, скорсын азайтып қоймын. Неткен игроктар болды енді менде. Мына осынша игроктарым болған. Мына. Енді өте көп. Бізде мен жаңағы айтқан кубоктарым. Осындай кубоктар бар менде. Қайтарып кел, көрсетіп отырайын. Енді осы мен аккаунтым. Енді ұнаса баға беріп кетіңдер, енді 10 балдық шкала бойынша. Енді осы мен аккаунтым. Сендермен бірге болған Дремлег қазақша. Келесі қандай видео сүрейін жазып кетіңдер комментарийға. Давайте.